Жүрек қалай жүрек? Сердце жүрек, лопата күрек. Қазақстан ойнағанда аптекада үнемі мынау таусылады. Қазақстан құрамасы алғаш рет ресми матчтарда пенальти сериясын ұтты. Бір ғана гол соғылды. Молдовалықтар есеп ашып, жалпы есепті теңестірген. Там смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Пенальтиге дейін созылып, Шацкийдің салқын қандылығы арқасында С тобында қалдық. Шацкий пенальти сериясында соңғы 4 мүмкіндіктің 3-інде жеңген. Стеуа, Колос, енді міне Молдова. Тек Қайрат қана оның взглядына төтеп беріпті. Ай, көзді қараңыз Шацкийдің. Ұлттар лигасында С тобында қала береміз. Қарсыластарымыз Словакия, Әзірбайжан, Беларусь. 3-ші маусымда Әзірбайжан Астанаға келсе, 6-сында Словакияға аттанамыз. 10-ында Беларуське қонаққа барып, 13-ші словактарды үйде қабылдаймыз. 22-ші қыркүйек Қазақстан, Беларусь. 25-ші қыркүйек Әзірбайжан, Қазақстан. Бұл жақтағы шансымыз қандай? Пікір жаз. Ал Молдова Д тобына аттанды. Лихтенштейн, Латвия, Андорра қарсыластары. Африка кубогын жеңгендей қуанды демеңіздер. Бапкер жайлы сөйлемей қояйық. Жай ғана жеңіске де қуанып көрейік. Ол бізде көп бола бермейді. Құтты болсын. Алға Қазақстан! Криштиану Мундиалға барады. Счастье завтрашнего дня. Италия жасамаған тірлікті олар жасар. Солтүстік Македонияны 2-0 жеңді. What? Фернандештің дублі Португалияны әлем чемпионатына қатарынан 6-ші рет қатыстырмақ. Ал Роналдудың өзі 5-ші мәрте қатарынан Мундиалда. Жалпы оның бұл 10-ші құрлықтық жарысы. 2004-тен бері Еуроға 5 рет, әлем чемпионатына 5 рет. Nice. Роналдусыз Португалия 73 жылда әлем чемпионатына 3-ақ рет қатысты. Португалия Роналдумен 19 жыл ішінде 5 мәрте қатыспақ. Тұсауы жақсы кесілген ғой Роналдудың. Тұсауын кескен нағашылары Қазақстан. 2008 жылғы Еурода Вилья Бомбардир атанып, 2010-да Мундиалды жеңді. 2006-дағы Еурода сұрмерген Гризман, 2018-де әлем чемпионы болды. Ал Еуро 2020 бомбардирі Роналду. Қалай болады екен? Левандовский де барады. Швецияны Польша 2-0 жеңді. Лева Польша үшін 75-ші голын соғып, Еуропа құрамаларындағы сұрмергендер тізімінде 3-тікке ілінді. Пушкаш 84, Роналду 115. 6-шы ақпанда Мане Африка кубогының финалында пенальти сериясы арқылы Салахты жеңді. 26-шы наурызда Мане Салахты пенальти сериясынан тағы жеңіп, бұл жолы оны мундиалсыз қалдырды. Салах Катарға бармайды. Сенегал жанкүйерлері Салахтың мүлт кетуі үшін барлығын жасады. Лазер қолданып, оны жаңылыстырды. Біз былай көрдік. Салах былай көрді. Сонымен 32 команданың 27-сі белгілі. Катар, Алмания, Данмарк, Бразилия, Бельгия, Франс, Хорватия, Испания, Сербия, Швейцария, Ингланд, Аргентина, Нидерландтар, Иран, Оңтүстік Корея, Сауд Арабиясы, Жапония, Уругвай, Эквадор, Гана, Сенегал, Канада, Марокко, Тунис, Камерун, Португалия және Польша. Қалған 5 команданы алда анықтаймыз. Еуропадан тағы 1 команда, Солтүстік Америкадан 2 ұжым, Азия мен мұхит аймағынан бір жолдама сарапқа салынбақ. Пікірлер жаза кет. Кімдерді көреміз Катарда? Келесі кездескенше. Сау. Стоп. Айтпақшы, Мундиалдағы доп мынадай. Доптың аты Аль-Рихла, мағынасы саяхат. Ал енді в натуре сау. Кел бері, қолыңды соз маған еңбектен тербеле. Билесін көзгелер бұл битпен сөз берем. Ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды соз маған еңбектен тербеле. Билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.